ғұламаларымыз айтады, жалпы мұсылман адам, намаз оқып жүрген адам, оразасын тұтып жүрген адам көбінесе күнәға бірден бармайды. Ол бірінші кіші күнәларды істейді, бірақ соны тұрақты түрде істеп қайталап соңында ол кіші күнәлар оны үлкен күнәларға жетелейді. Шайтан адамды осылай кіші күнәларды тұрақты жасаумен үлкен күнәларға итереді, үлкен күнәларға шақырады. Және адамның күнәсін ұлғайтатын тағы бір нәрсе, бұл ғұламаларымыз айтады, истисғару зәмб деді. Яғни күнәні кішкентай күнә, болмашы күнә көру. Алла тағаланың алдында ең жақсы амалдардың бірі аз да болса тұрақты болған амал. Аз да болса тұрақты болған амал. Енді осы хадистен екінші мағынаны шығарып көрейік. Күнәлардың ең жаманы осындай мағына шығады. Күнәлардың ең жаманы аз да болса тұрақты болған күнә деген мағына шығады. Неге? Себебі адам күнәні тұрақты түрде қайталап істей берген сайын күнә оған үйреншікті нәрсе болып қалады. Уақыт өте келе оның жүрегі қатаяды. Сөйтіп, ол күнә ары қарай тағы да басқа да күнәларға жетелейді. Сол үшін де адам кішкентай күнәні болса да болмашы көрместен, ол күнәні керісінше үлкен күнә көріп, ол күнәні тастауы керек.